Сәлеметсіңдер ме балалар? Көңіл күйлерің қалай, жақсы ма? Сабағымызды бастайық. Назарларың менде болсын, жақсы ма? Мұқият тыңдаймыз және үйренеміз. Бүгін балалар біз ң дыбысы және әрпі тақырыбын жалғастырамыз. Бұл дыбыс пен әріпке байланысты біздің үйренетініміз көп екен. Ң дыбысын дауыссыз дыбыс, оны сендер жақсы білесіңдер, және ң әріпін сендер өте жақсы жаза алады деп ойлаймын. Себебі оның жазылу емлесі қиын емес. Н әрпіне ұқсайды, соңында ілгіші бар. Енді балалар, н әрпіне ұқсайды дедік. Енді сол әріптерді салыстырып, кәне сөздерді оқып үйреніп көрейікші. Біз сол сөздерді оқу арқылы н және ң әріптерін дұрыс ажыратып айтып үйренеміз. Н және ң. Қараймыз, бірінші сөзді оқимыз балалар. Тон. Қайталаймыз. Тон. Соңында н. Тон. Енді соңына н-ның орнына ң әрпін жазып көрейік. Тоң. Қайталаймыз. Тоң. Келесі қон. Қон. Енді қоң. Қоң. Өте жақсы. Келесі шын. Шын. Н әрпін айтамыз соңында балалар. Шын. Енді ң әрпін айтып көрейік. Шың. Шың. Сен. Сен. Сең. Сең. Келесі мен. 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 Кен. 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 Өте жақсы. Енді балалар, ң дыбысы балалар естілгенде қарағы кен. Бізде балалар, біздің дауысымыз, яғни тамақ пен мұрынның ортасынан шығады. Кен. Ал кен дегенде тіліміз алдыға қарай тісімізге тіреледі. Кен. Өте жақсы. Шатастырып алмай, екеуін ажыратып, жазып, сөздерді дұрыс айтып үйренейік. Келесі балалар, біз заттарды менің, сенің, оның деп біз не істейміз? Заттарды бөлісеміз. Солай емес пе? Енді балалар, біз сол сөздерді менің, сенің, оның деп үш жақта айтып үйреніп көрейік. Ол үшін балалар, бізде іні деген сөздер. Қараңдаршы, іні. Яғни өзімізден кіші ініміз іні. Енді менің інім. Бірге оқимыз. Менің інім. Сенің інің. Оның інісі. Қайталап айтамыз. Менің інім м әрпімен аяқталып тұр. Сенің інің деген ң әрпімен аяқталып тұр. Оның інісі әрпімен аяқталып тұр. Енді балалар, дәл осы сөз сияқты қоңырау деген сөзді тәуелдеп көрейік. Қоңырау. Бірге оқимыз. Қоңырау. Енді кәне айтайық. Менің қоңырауым. Сенің қоңырауың. Оның қоңырауы. Сөздегі соңында қандай дыбыспен, қандай әріппен аяқталып тұр? Назар аударыңдар. Менің қоңырауым. М. Сенің қоңырауың. Ң. Оның қоңырауы. Әрпін аяқталып тұр. Өте жақсы. Яғни балалар, біз затты біреуге берген кезде, тасымалданған кезде, жүктеген кезде, біз осы жалғауларды біз дұрыс қойып дұрыс айтуымыз керек екен. Біз менің іні деп айтпаймыз. Менің інім деп айтамыз. Оның інісі деп айтамыз. Енді балалар, сендерге тапсырма. Қоңырау деген сөзді біз талдап қойдық. Енді сендер кітап, дәптер, сынып деген үш сөзді айтып көріңдерші. Яғни менің,
сенің, оның деп айтқан кезде бұл сөздер қалай өзгереді екен? Соңында қандай әріппен аяқталады екен? Соған баса назар аударыңдар. Жақсы ма? Жарайсыңдар. Бүгінгі біздің сабақты қорытындылай келгенде, біз көп нәрсені үйренген сияқтымыз. Ң және н әріптерін салыстырдық. Қай кезде қандай әріп болатынын біз білдік. Және де менің, сенің, оның деген сөздерде сөздердің соңындағы әріптер қалай өзгеретінін білдік. Енді тапсырма да сендерге берілді. Сол тапсырманы мұқият орындайсыңдар деп ойлаймын. Осымен сабағымыз бітті. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Сендермен бірге болған мен Айдана Рысбекқызы.